Бісміллә. Ютубтағы Бісміллә деп басталатын екінші Ютуб жобасы ұят параттан кейінгі. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш көрермендер. Кім қай кезде көріп отыр, соның ыңғайына қарай амандасатын боламыз. Және осы жерде бір жарнама, бізге осындай керемет футболка ұсынған үшін Жарас DIY дүкеніне үлкен алғысымызды білдіреміз. Қолжетімді баға, керемет сапа, өзіңіз қалаған дизайнда. Және бүгін бізде қонақта қазақстандық ұятмен қазақ эстрадасындағы барлық әншілердің мүмкін жек көретін жүргізушісі болуы мүмкін Нұржан Еркінова. Қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Сендерді көріп, кілең жастар осы жерде барлығы үйде отқан жоқ, жұмыс істеп жатыр, қимылдап жатыр, бірдеңе түсіріп жатыр. Ол керемет. Сіз келетін болғасын арнайы футболка жасаттық, ал сізде бүгін жоқ қой ерекше футболка? Мен шешіп тастағанмын, мен бағана басқасын келіп жүргенмін. Жалпы ол футболканы жасау деген идея қайдан келді, немесе кімнен келді? Қайдан келді? Мен көбінесе, менде басқа нелер сияқты көмекшілерім жоқ жанында, мен өзім әйеліммен ақылдасам. Сол екеуміздің ойымыз, мен ойымша сол ғой деймін айтқан, негізі әр футболкаға әр түрлі жазу жасақ қалай болады деген сияқты. Сосын әр сөзде сол айта ма әйеліңіз, әлде өзіңіз? Жоқ, әр кезде әрқалай. Әр кезде әрқалай. Ал жалпы ұят параттың идея авторы? Тимур Балымбетов, Гакудың бас продюсері. Аз уақыт ішінде үлкен рейтинг жинай білді, жақсы аудитория қалыптастырды өзіне. Жалпы ол бағдарламаның мақсаты не, әншілерді келемей жүдеу, мазақ қылу ма, әлде басқаша ма? Бірінші кезекте әзіл, юмор. Я, барлығы оған бір бастапқыда түсініспеушілікпен қарайтында, кейін түсіне бастады. Кеше мысалға жаңа маусымның бірінші шығарылымы шықты, ринголдтардың өздері жазады, жақсы, керемет, күлдік деген сияқты. Енді түсіне бастады. Бізде бұған дейін әртістермен ешкім бұлай әзілдемейтін, барлығы бетінен қақпай, басынан сипап, арқасынан қағып, көтенің астына көпшік қойып сөйтіп отыратын. Біз сәлде болса кішкене сынды айтайық, сынды жай ғана айтып емес, агрессиямен емес, әзілмен жеткізейік деп ойлағанбыз. Ал сол ұят параттың осыған дейін біраз бөлімі шықты. Сол бөлімдердің ішінде сіз айтқан әншілерді, клиптердің авторлары болсын, продюсерлері болсын, әншілердің сізге хабарласып ренжішін айтқандар болды ма? Болды, иә. Болды ондай мысалы. Мен барлық негізде сұхбаттарды айтам, соларды. Даже мен осыған дейінгі сұхбаттарды айтпаған нәрсені айтайыншы. Мен бір шығарылым соңында келесі бағдарламаны мен Меруерт Түсіпбаевамен жүргізейін, ұрсып тұрып деген болатын. Одан кейін шықты, ертесіне бір телефоннан маған гудок тастай береді қайта-қайта. Мен бірдеңе жазып отырмын, үлгермей аттым. Сосын WhatsApp-қа жаза бастады. Лира деп қойып, сөйтсем Лира дегеніміз Мира екен ғой, Меруерт Түсіпбаева. Бірақ ол кісімен жақсы сөйлесіп кеттік. Ешқандай басында ренжіп сөйтіп тұрған. Ал керісінше хабарласып, менің әнімді ұят паратта айтшы, менің клипімді ұят паратта сынашы дейтіндер бола ма? Рейтинг жинау үшін. Олар кімдер? Көне жас әншілер болады. Иә, жас әншілер. Қазір аттарын айтсам та ренжіп жатады. Бар, кәдімгі Гакуге клиптерін әкеліп жүргендер бар. Сосын бір жас қыз арнайы осы бағдарлама үшін ашық-шашық қып киініп сөйтіп клип түсірген болатын. Бірақ оны мен алмай қойдым да, өйткені ұят параттың мақсаты ол емес, ондай ұятты көрсету емес. Ал ардагер әншілер де бар ма? Менің әнімді, клипімді ұят паратқа шығаршы дейтін. Ардагер әншілерден эстрадада 5 жыл, 10 жылдан әрі қарай жүргендер. Ондайлар жоқ қой деймін. Көбіне жастар ғой, иә. Ардагерлер түсінбейді оны. Мүмкін кейін түсінер. Осыған дейін қаншама клипті сынадыңыз, қаншама клипті әзілдеттіңіз, келемей жедіңіз. Сол клиптердің ішінде топ 3 ұнамайтын клип әлі күнге дейін? Әлі күнге дейін ұнамайтын клип. Көп қой, оның арасынан 3-еуін ғана айтсаң, қалғаны жақсы сияқты көрінеді. Жамандарын айтқыңыз, тағы басқалар деп жалғастыра саларсыздар. Топ 3. Алашұлының клипі әлі күнге дейін мен түсінбей, сауатсыз жасалған нәрсе. Идеяның өзі дұрыс емес, идеяның өзі ол басқа біреулерді тәрбиелеймін деген ой болды да, оларда негізі агрессия ғой, ол агрессия жаңағы біздің
салтымызды, дәстүрімізді негізі насихаттайтын азаматтар кішкене басқа бұрыштан, угол подачи дейді ғой, басқа бұрыштан берді да, сол жағынан маған әлі күнге дейін ұнамайтын нәрсе сол. Бірақ ең бұл жерде мені таңғалдыратын өздері керемет деп ойлайды да соны. Біз біріміз ешқашан түсінбейміз. Сол аудитория. Қазір білесіз ба, мұндай нәрсе болып жатыр да, біз енді қалыптасып жатқан мемлекетпіз. Бізде сауатсыздар өте көп. Ол кез келген мемлекетте болған. Осындай этаптан өтеді. Ал музыка, кино, сол мына жастардың қалыптасуына, жан-жаққа деген жаңа көзқарасы, барлығының қалыптасуына әсер ететін бірінші нәрсе. Мектепте үйреткен сабақ, мұғалімнің берген тәрбиесі, ата-ананың айтқан сөзі әсер етпейді. Осы өнер, мәдениет. Сондықтан да осы агрессорлар кішкене артқа тартады да біздің дамуымызды. Көбісі өткенде жаңағы әркімнің айтып отыр қой, мысалға, әркімнің өз құқығы бар. Қалай киінсе де, қандай ән айтса да, кімге тұрмысқа шықса да, қандай іспен айналса да, жезөкше болса да. Соны түсінбейді да, әркім олардың қалауындағыдай болу керек та. Мен мысалға сенің солай болғаныңды қалаймын, болды. Басқа ештеңе ойландырмайды. Сол бір жақты ой. Мүмкін сол маған қатты ұнамайтын шығар клипке қарағанда. Ал топ 3 ұнайтын клип, жалпы Нұржан Еркінұлы ұнайтын клип бар ма? Топ 3 ұнайтын клиптер бізде өте көп. Мысал? Білмей екен, көбісі аса қатты бағаламас. Серік Гамзазаданың клипін айтқан, Бостандық деген. Идеясы бәрі өте әдемі. Тағы кім? Жақында шыққан Сара Амангелдінің клипі ұнады маған, Арманда деген. Джейранның клипі ұнады, Жылайсың тағы деген. Бірақ бір ғана момент бар сол жерде. Бір қыздың отыгрышы, актерлік ойнауы өте әдемі жасалған нәрсенің ішінде бір өзі ғана кішкене құрттырал, иә. Қазіргі уақытта сізді қазақ эстрадасының сыншысы, сарапшысы деп айтсақ та болады, қателестік деп айта алмаймын. Жалпы қазақ эстрадасы туралы бір-екі сұрақ. 91 тобы жайлы ойыңыз қалай? 91 немесе 91 тобы секілді стильдегі әншілердің жалпы топтар туралы ойыңыз? Тек 91 емес. Q-pop па жалпы? Q-pop соған ұқсас бағыттағы ән айтып жүргендер. Менің көзқарасым түзу оларға. Олардың істеп жатқан барлық әндерін тыңдай бермеймін. Бірақ олар ең бастысы, мысалға мына үлкен әнші аға буын өкілдеріне қарағанда ізденісте да, үнемі. Ол жаңағы біреу келіп шашына, сырғасына тиіседі. Олар үлкен еңбек атқарады. Ізденіс ең бастысы, мысалға Мейрамбек, Тоқтар дегендер сияқты бізге болды, осы жетеді, тойымыз болады, алдағы уақытта атымыз бар. Ең бастысы андасында жұмадан селфи салып, халықтың популистерге жұмыс істесек деген. Солай жүре бермейді. Басқа бірдеңені іздейді, таңғалдырғысы келеді, музыкада өзгерістер жасап жатыр. Оның барлығы жақсы. Олардың да тыңдарманы көп. Екі жақтың да әркімнің өзінің тыңдарманы бар ғой. Ал қазақ эстрадасына жақын арадан бері рэп бағыты қосылып жатыр. Жалпы оған көзқарасыңыз қалай? Негізі рэптің қосылуы жақсы ма? Өте жақсы. Өте жақсы. Негізі мен баяғыда айтдым, неге бізде рэп жоқ деп. Өйткені біздің қазақ тілі, менің ойымша, рэпке өте жақсы келеді. Бізде қазір жаңағы Q-поперлердің өзі әндерінде бір бөлімдері болады речитатив, міндетті түрде оқып береді. Барлығы керемет емес, бірақ өте жақсы дамып келе жатыр. Иә. Бізде ондай нәрсе жоқ қой. Біз жаңбырдың астында ән айтып, жоғалттым сені, кешір мені деген нәрселерден шаршадық та, иә. Бізге осындай керек. Ол деген мясы ғой, орысша айтқанда. Алып, бүкіл не айтқысы келді, сол жерде бере салатын. Ал қазіргі уақытта менің байқауымша эстраданың өзі екіге бөлініп кеткен секілді. Той бизнес және шоу бизнес болып.
Оны мысалы кешегі Гакку дауысынан байқасақ та болады. Гакку дауысынан мысалы тек шоу-бизнес әншілер ғана шықты. Той бизнестегі мысалы Нұрболат Абдурин, Әбдіжаппар Әлқожа секілді әншілерді шығарған жоқ. Негізі осындай бөлініс бар ма жалпы эстрадада? Білмеймін, естімеппін. Көрерменнің өздері бөле берді, әншілердің өздері де. Бізде бір емес екі телеарна. Гакку, сосын Той-Думан. Нұрболаттар Гаккуде болмаған форматы келмейді олардың. Олар бірақ Той-Думанның үлкен концерттерінде міндетті түрде болады. Әркімнің өздерінің жұлдыздары бар. Мысалға біз ана жаққа Нұрболаттарды, Әбдіжаппарларды шығарсақ болады, бірақ ол бәрі бөтен нәрсе болып тұрады да. Жаңа стиль әкелген 91 тобы туралы айттық. Одан бөлек те жаңа стиль әкеліп жатқан жастар көп. Олардың бірі Дархан Жүз. Ол туралы өзіңіздің айтқан сөзіңіз бар екен. Дархан Жүз бәрі пиздес, бәрі музыкант әнінен кейін тыңдай бастадым. Орыс тілдегі мат, қазақша акцентпен кайф. Жалпы боқтық сөзді әнге қосқан жақсы көремін депсіз. Жалпы боқтық сөзді әнге қосуды бұл біздің халық қабылдайды деп ойлайсыз? Қабылдай алады деп ойлайсыз ба? Бұл көбіне субкультура ғой. Бұл массаға, жалпыға таралатын нәрсе емес. Дархан Жүз республика сарайында кеш қонағы Мақпал Жүнісова деп концерт бермейді ешқашан. Оның өзінің аудиториясы бар, өзінің аудиториясын жақсы жұмыс істеп жатыр. Менің ойымша, бір айтылып кеткен тақырыптар, болып кеткен оқиғалар жайлы, сол махаббат желісі, сондай бір іш пыстырарлық нәрсеге қарағанда, осындай бағыттағы музыка, ішінде боқтық сөз болсын, бірақ өзінің тыңдарманына деген адал еңбегі бар Дархан Жүз сияқтыларды мен мойындаймын. Мен оларды тыңдаймын. Ұят парадты жүргізуден бөлек комментаторлықпен де айналысып келе жатсыз. Жалпы Инстаграм парақшаңызда комментаторлар туралы жазған постыңызды байқадым. Ол туралы өзіңіз толығырақ айтып берсеңіз, яғни олардың бір матч жүргізгеніне берілетін теңгесінің тойдағы жүрген аппаратчиктерден төмен екендігі. Мен сол постты жаздым, одан кейін басқа бір әріптестерім арқылы сол Қазспорттағылар маған жаңағы постты өшіріп тастасын дегенде әңгіме айтты. Иди нахер дедім. Менің парақшам өзім білем. Шынында да солай да, бізде комментаторларды көбісі сынайды, бірақ олар жаңағы нелер сияқты ғой, жұмыстан шығып такси болатын жігіттер сияқты ғой, әйтеуір кішкене болса да бірдеңе болсын деп. Ол ақша үшін емес, өзінің қызығушылығы болғаннан кейін келеді. Ешкім комментатор болып келіп, байып кетіп, үй салып, жаңағы жағдайын жасады деген адам жоқ. Ол жақта төленетіні тиын ғой. Сондықтан олардың негізгі жұмысы болады да, олар сол жақта шаршайды, сол жақта энергиясының бәрін қалдырып, сүлік болып шығады да матчқа кіреді. Өйткені ан жаққа бармасаң бала-шағаңды асырамайсың. Ал неге бізде ондай баға төмен? Құны жоқ? Білмеймін. Мысалға матч ТВ-да бір матчқа $300 төлейді. Бізде айына алмайды $300 ешкім. Жоқ, рас? Айнасында қанша матч жүргізеді мысалы? Бір комментатор. Енді өзіне байланысты ғой. Кесте болады, алдын ала сұрайды, кім қай күні бос, қай күні жұмыс істей алады деген сияқты. Сосын бұл не бір шағын ешкімге зияны жоқ секта ғой, өздерінің чаттары болады. Сосын кім қай күні бос, сол күні давайте жұмыс істейік деп, сөйтіп барып жұмыс істеп жүре береді, майда тиын-пиынды алып солай. Ал осы комментаторлықтағы әріптесіңіз Ермұхамед Мәулен туралы ойыңыз қалай? Мысалы, ол туралы біз кейбір комментаторларды сұрап көрдім. Оның яғни жүргізу стилі бөлекті, әзілдеп отырып, арасында сондай әзілдерді қосып отырады. Кейбір комментаторлар, бірақ бұл дұрыс емес, яғни арнаның бағытына сай келмейді деп, кезінде Қазспорт арнасы шектеп тастаған деп айтылады. Иә, негізі ол Ермұхамед ерекше адам ғой, ол да бір қазақ үшін бір феномен. Оның айтқан сөздері, әзілдері әртүрлі пабликтерде жүреді. Ол өзі де, ол халыққа өте жақын. Ол телевизияға қарағанда халыққа жақын. Мен осылай түсіндірейінші. Ол өте ерекше комментатор. Мүмкін жаңағы ойынның сараптамасында кішкене әзіл іздеймін деп басқа жаққа кетіп қалатыны болмаса, негізі ол да өзіндік аудиториясы бар адам, кейбір оны популист деп жатады, сол жаңағы белгілі бір аудиторияға жұмыс істейді, соларға ұнайтын нәрсені айтады дегендей. Бірақ дегенмен мен онымен жұмыс істедім,
онымен жұмыс істеген ол да ерекше. Қызық, екеуміз екі түрліміз ғой мысалға. Бір-біріне ұқсайтын адамдарға қарағанда, ол мүлде басқа, мен мүлде басқа. Сондықтан мен ойлаймын, Ермұхамед Мәулен қазіргі уақытта үздік комментаторлардың бірі. Жаңа комментаторлардың айлық табысы туралы, әр матч жүргізгендегі алатын қаржысы туралы айттық. Ал келесі сұрақ, журналистердің табысы қанша? Біз мысалы журналистикаға енді қадам басып келе жатқан жастармыз. Біз көп сондай аға әпкелерімізден сұрасақ, олардың айтатыны, олардың да қаржысы мардымсыз, ауыз түртуге жарамайды. Мен журналистердің қанша алатынын білмеймін. Ал сіз қанша аласыз? Мен журналист. Жүргізуші. Мен жүргізушілігім тегін. Мен басқа нәрселер жасаймын Гаккуде. Гаккуде, Той-думанда негізгі жұмысым мен бағдарламалар ойлап табу, оларды жазу, түсіру, бүкіл сол процесте жүру. Ал сонда сахнаның сыртында жүретін сіз секілді адамдар қанша алады? Мен жоқтан көп алмаймын. Бүгін қазір осы жаққа шығатын кезде Тимур кірген, маған айлығыңды көтереміз деп, осындай суммаға деп айтып жатыр да. Көтер жатқанда көп емес. Мен айтадым да, мен басқа жақтан табамын, мені қатты не қылмай қойып, просто командадағы басқа адамдарды, керек адамдардікін көтеру керек, қашып кетпейтін. Мен ол жаққа ақша үшін барған жоқпын Гаккуге. Мен басқа жақта табыстарым бар, сондықтан. Көп емес деген қанша сонда? Мысалға біз үшін көп емес 50 мың теңге болуы мүмкін. Сіз үшін басқа болуы мүмкін. Арамызда уәде бар да, айтпау деген. Я. Маған айтты осылай, мен саған айтайын, сен ешкімге айтпа деді. Мен айттым, сөз берем, болды дедім. Айтпесе, егер соны айтпағанда мен айтар едім, маған бәрібір. Негізі біреудің өтініші, сондықтан ренжімейсің. Нұржан Еркінұлы тойға шығады. Өте сирек. Қазақтың той жайы ойыңыз қалай? Асабалар туралы. Қазақтың той. Мен егер той иелері ұнамай тұрса, мен бас тартам. Кездескенде де керек емес деп. Сосын көбінесе өтірік айтамын, бос емеспін сол күн деп. Шыққым келмейді. Жаңағы басқа бір тамадалар сияқты әр тойда алып қалып, сол тойда біреуге ұнауға тырысып деген менде жоқ, білмеймін. Мүмкін оның себебі менің материалдық жағдайым негізі басқа жағынан дұрысталғаннан кейін оған қатты қызықпаймын да, қажет емес сияқты. Қазір мүлдем шығып жүрген жоқпын. Ал Нұржан Еркінұлының табысы қанша? Сол тойдан алады. Тойдан? Көп емес, сол 300-350 сондай. Иә, онда да оған да шыққым келмейді. Осы кезде жаңа бағдарламаның жаңа рубрикасы бар, соны жасасақ, яғни ойын ойнаймыз. Сізге қазір мына жерде бірнеше адамдардың аты жазылған парақ бар. Осы жерден біреуін таңдайсыз, кімнің аты шығады, сол адамға хабарласып, мына жерде көрсетілген сөздерді пайдалану арқылы сол адаммен сөйлесетін боласыз. Көрейік, телефонды қосу керек қол үшін. Бірінші мына жерді таңдайсыз. Таңдайық. Мен егер ол адам танымайтын болса, номер жоқ болса, басқасын таңдайсыз онда. Мен көбімен араласа бермеймін негізі. Тимур балым дейді. Камераға көрсетіп жүрсеңіз. Енді соған хабарламыз. Тимурдың нөмері бар менде. Мына жерде осы сөздердің барлығын пайдалануыңыз керек. Бір әңгіме бастайын, сосын арасында осыны айтып отырам, я? Дауысын ашып қойсаңыз, динамика. Жарайды. Кеттік па? Кеттік. Еркін. Кім? Еркін. Еркін. Назарбаев десең да? Керек. Гакку дейсің ба? Иә. Жаңа автобуста келе жатқанмын ғой? Канело бар емес па? Кім? Канело. Одну секунду, подожди. Какой автобус?
Иә, Канелоның суреті тұр екен да? Канело это кто? Ана Головкинмен шыққан. Все, да. Иә. Ой, еп. Байзақованың суреті тұр екен неде? Сори. Автобуста. Кем вообще Так. Тек кеше футбол ойнадық қой, білесің ғой. Ұйқы қанбай кішкене ойымды жинақтай алмай отырмын да. Әйелі бар адамдар сондай болады енді. Құмашты әйелі бар адамдар сондай болады деймін да. Ұйқысы қанбай Кто мне позвонил, скажи мне. Мен ба? Иә. Мен ойлаймын ғой, мүмкін кешке барбекю жеріміз деп бір жерге барып. Я сегодня не могу, сегодня у меня у племянницы годик, отец Карис, у них это очень важно, и поэтому я должен пойти туда отметиться. Вот. По-кабардински мои сестренки, обе двоюродные, вышли замуж за корейцев. За полицейского? За корейцев. За корейца, все. Да, Ясно. поэтому я буду там, сегодня не получится. Жаңа телеграмнан жазып жүрген ғой, Ғази. Тимур бос болса балаларды үйге қалдырып барбекю жейік деп. О, ничего себе, аппетиты-то. Да. Барбекю жейік. Барбекю, ойлаш, барбекю. Куда собрался? Қайда барасың барбекю жегің келгенде? Білмеймін ғой сол сенің. Барбекю дәм еткенде қайда барасың негізі? Білмеймін. Жарайды, соны сұрайын деп. Понял. Не сегодня. Жарайды. Давай. Все, давай. Пока. Түсінбеді ғой деймін. Әрмен қарай сұрақтар жалғастырайық. Инстаграмдағы тағы бір постыңызды оқыдым, дін жайлы жазылған. Қатты шума келтірсек болады халықтың арасында, яғни постыңыздың соңында мүмкін Құдай жоқ деген сөз жазылған. Неге ұнамайды жұртқа, мен түсінбеймін. Мен ойлаймын соны. Кейін бір айтылып жүретін әзілдер болады ғой. Анау айтып кетіп еді, мынау айтып кетіп еді деген. Сондай бір әзіл ғой, маған өзіме қатты ұнайды. Менде дінге қатысты әзілдер өте көп. Оның барлығын айтсақ, маған жаңағы Сауд Арабиясынан адамдар келетін сияқты шықшы деп сыртқа. Сіз Құдайға сенесіз бірақ? Құдайға сенесіз? Иә, сенемін. Енді мен дінге қатты жақын емеспін. Бірақ ешкімнің ала жібін аттамаймын. Жаңағы дінге жақын болып жүріп, бір 200-лік жасап жүрген адамдарға қарағанда, мен әлде қайда өзім таза екенімді білем. Сондықтан мен жеңіл қараймын оған дінге. Мен ең бастысы ештеңе бүлдіріп жүрген жоқпын. Өзіммен өзім жүрген адаммын. Тек жаңағы жұмаға барып, жаңағы айтта мал соймаймын. Сондай нәрселерім болмаса. Қазір тағы келесі айдарға кезек берейік. Я жоқ деп аталады. Яғни сізге сұрақтар қоямын, соға я немесе жоқ деп қана жауап беру керексіз. Жарайды. Барлығына жауап беру міндетті. Өзіңізге жиі есеп бересіз ба? Күнде. Шындықтан қорқасыз ба? Қорықпаймын. Ал шындықпен қорқытасыз ба? Болады ондай нәрсе. Ал зерігуге ішіңіз пысуға уақыт бар ма? Жаңағы сөздің біреуін айтып қойым. Қазір мен уақытым мүлдем аз. Иә. Мақтаған жақсы көресіз ба? Жоқ. Ал мақтанғанды ше? Екеуін де ұнатпаймын. Әлі күнге дейін ұялатын істеріңіз бар ма? Ұялатын көп. Нұржан Еркінұлының айлық табысы 500 мыңнан аса ма? Иә. Миллионға жете ма? Өлімнен қорқасыз ба? Қорқпаймын. Неге? Ол не деп қорқамыз? Болатын нәрсе ғой? Қорқпайсыз. Жоқ, мен оған да жеңіл қараймын. Рахмет. Қазіргі уақыттағы қазақтарға қандай қасиет жетіспейді деп ойлайсыз? Кемшілдісі неде қазақтардың? Білмеймін, бүкіл ұлттың кемшілігін айтатындай дәрежеде емеспін деп ойлаймын. Әркімнің өзінің әркімде әртүрлі, индивидуальный. Бәрімізде кемшілік бар.
жалпы бір халыққа сондай бір сипат беру қиын шығар. Мысалға, егер де жалқаулық десек, мен танитын еңбекқор қазақтар өте көп. Оларға тиіп кеткендей болады. Көре алмаушылық дейтін болсақ, жаңағы жүрегі кең, әркімнің қуанышына да қуана білетін адамдар көп. Сондықтан жалпылай айту қиын шығар. Әркімнің өз кемшілігі болады. Сол кемшілікпен күресу біздің басты мақсатымыз деп ойлаймын. Ал бүгінгі күннің батырлары кім сіз үшін? Бүгінгі күннің батырлары? Бүгінгі күннің батырлары адам болуға, өсуге, өнуге талпынып жүрген әрбір азамат. Адам өзгермейді дейді, адам өзгеріледі. Өзі тырысып, еңбектенетін болса болады. Сол жағында жұмыс істеп жүрген адамдар көп. Олардың қатарында кім бар? Өзім бармын. Басқа? Жоқ, көп. Мен мысалға жаңағы достарым бар. Бұрын көшеде гейлерді көрсе ұрып кететін адамдар өзгерді қазір. Мысалға. Ондай нәрсені ойламайды да. Бұл жақсы ма негізі? Жақсы, толерантты болу керек. Әркімнің өзінің таңдауы. Әркімнің өзінің таңдауы. Әркімнің өзінің таңдауы деп қазақтың, ұлттың, мемлекеттің... Оны өйтіп ұлтқа қатысты жасаудан қажет жоқ. Бізде бәрі бір нәрсе бола ма, бірден қазақ, ұлт, жаңағы ұят деген упаковкаға салып қояды да. Онда емес, әркімнің өз өмірі. Өткенде біреу айтып еді, бір жігіт, қазақ жігіт, орыс жігітпен жүріп жатыр екен, гей екен да, не қазақ гей таппады ма деп. Сондай сияқты да, бәрінен біз әйтеуір өзімізге қатысты бірдеңе іздеп жүреміз да, ода тұрған ештеңе жоқ. Әркім өзі біледі. Мысалға, допустим, адам жаңа өзгереді деп жатыр қой, жаңағы көзқарасы өзгерді мысалға. Онан бөлек, менің бір досым бар еді, жүрген жерінде қоқыстар тастап жүреді, түкіретін жерге. Қазір урнаға тастайды бәрін, көшеде түкірмейді. Кәдімгідей қала таза болсын деп жерде жатқан бір баклажка бірдеңе болса салып жібереді. Адам өзгереді. Солар батырлар менің ойымша. Қысқада нұсқа сұхбатымыз өз аяғына жетті. Сұхбат беруге келісіп, уақытыңызды қиып келгеніңіз үшін көп рахмет. Алғаш жоқ. Алдағы уақытта сізде де үлкен шығармашылық табыстар тілейміз. Ұят парадтың келесі бөлімін күтетін боламыз. Көп рахмет. Рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Ұят парад бағдарламасының жүргізушісі Нұржан Еркінұлы және мен Нұрбол Шыныбай. Нұрлы күндерде жолыққанша.